Так, қазір біз Ермаханның берген нұсқасын талдайтын боламыз. Так, бірінші есептен бастайық. Яғни жүйені шығарып, x0 минус y0-дің мәнін табу керек. Енді бірінші есеп. Берілген жазылайын. Енді бұны шығарудың жолы көп. Біраз текстті тауып, бұлай оны яққа қойып, оңай жолы. Екеуін бір-біріне қосып жіберу. Біраз текст 3, біраз текстке қоссақ, біраз текст пен минус біраз тегірек жойылып кетеді. 13-ке 23 қоссақ, 36. Қысқартсақ, біраз текст тең болады 9. Сонда x-ті табу үшін екі жағын квадраттаймыз. Сөзде 81 болады. Сонда x бізде 81-ге тең. Мына жерге x-ті онда 81 қойсақ, 9 қосылған біраз тегірек тең болады 13. Біраз тегірек тең болады 4. Және y тең болады 16. Бізден x азайту y-ті сұрап тұр. 81-ден 16 азайтсақ. Так. 65. Сонда бізде еще оның бөлгіштері дейді. Бөлгіштер болатын жай сандарды дейді. 65 енді бірінші 5-ке бөлінеді. 13. 13-ің өзі жай сан. Сонда 65 деген ол 5 пен 13-дің көбейтіндісі. Өзі екеу. 5. 5. Ойны бермейткен. Және 13. Бір жай сан емес, бір деген натурал сан. Бір деген натурал сан. Жай сандар жалпы 2-ден басталады. Сондықтан оны белгілемейміз. 13 пен 5. Көбейткішті түбір астындағы түбір белгісінің алдынан шығарыңыз дейді. Екінші есеп. Бізде 48 деген. Ол 16 көбейтілген 3. x4. Y куб деген ол y-дің квадраты көбейтілген y. Біз осы қасиетті қолданып тұрық. Яғни y квадраты y-ге көбейт. Y деген ол бір дәреже ғой. Онда дәрежелері қосылады. Сонда y-дің 3 дәрежесі шығады. Сонда біз y-дің 3 дәрежесін y квадрат көбейтілген y деп жазылып тұрық. Сонда 16-дан түбір астына шығарсақ 4 қалады. X-дің 4 дәрежесін түбір астына шығарсақ x-дің квадраты, y-дің квадратын түбір астына шығарсақ y қалады. Сонда түбір астына шықпай қалған бізде 3, осына y-дің біреуі. Осындай жауап шығу керек. 4x квадрат y түбір асты 3 y. Сонда А жауабы шықты. Келесі тангенс 15 қосылған тангенс 30 градус. Мән есептеңіз. Бұл жерде бізде тангенс альфа қосылған бета формуласы. Тангенс альфа қосылған тангенс бета. 1 минус тангенс альфа бөлген тангенс бета. Яғни тангенс 15-ке 30 қосып жіберсек 45 градус. Яғни бізде 45 градустың формуласы. Жауабы 1. Бұл бізде С жауабы. Так, мына есеп. Санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда 8-ді бірінші 1-ге көбейтеміз. 8-ді 1-ге көбейтеміз. 8, оннан 8 2. Сонда үшінші есепте 2-ның минус 3 дәрежесі қосылған 7-тен 8 минус 1. Минус дәреже не істейді? Ол егер жоғарыда тұрса, төменге түсіп кетеді, төменде тұрса, үшін төңкеріледі. 2 болып тұр ғой. Бұл бізде 1 бөлінген болып төменге түсіп кетеді. 2-міз. Сөйтіп, минус кетеді. Мына жақта 7-сіне 8 астына кетеді. Так, 2-ның көбі ол 8. 8-ден 1-ге 8-ден 7 қойсақ, 8-ден 8 жауабы 1.
Д жауабы. Так. Келесі мына есеп. Бұл енді модуль, бұны бір сол жанда модульді қалдырамыз да 5-ті оң жаққа жіберсек -5 болады. Осы жерде қателеспеу, бұны шығарып кетпеу керек ары қарай, екіге бөліп. Бұның шешімі жоқ, бірден айту керек. Неге? Себебі модульден әрқашан әрқашан оң сан шығады. Сондықтан модуль теріс санға тең болмайды, сондықтан Д жауабы шешімі жоқ. Так, x куб минус 2x квадрат қосылған 5x минус 4 көп мүшесін көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Енді жақшыларды ашып тастауға болады, мәселе проблема емес. Сол кезде мына жақшаны ашып болғаннан кейін қайсысы болды, сол вариант болады. Мына жақта точно айтылатынымыз В жауабы болмайды. Себебі ең соңғы 1-ді 4-ке көбейтсек, ол кезде бізде 4 шығады ода, бізде не жақта -4, яғни сан келмей тұр. Сондықтан басқаларын көрейік. Так. Мен жалпы бағандап бөлу тәсілін көрсетіп жіберейін. Жалпы сіздер жақшаны аша аласыздар ғой. Бәзе бағандап бөлу деген бар, осы шықса мүмкін осымен шығады. X-тің көбін қысқарту үшін X-ті біз X-тің квадратына көбейтеміз. Сонда X куб азайтылған X квадрат. Бұлай көбейтсек. Азайтайық. X кубтан X көбейтсек 0. Минус 2x квадрат, минус плюс болып кетеді, сонда минус x квадрат қосылған 5x. Минус x квадрат шығу үшін яқа минус x жазам. Минус x квадрат, на екең көйтсек плюс x. На екеу кетеді. На екеу бірімен қысқарады. 5x-тан азайтсақ x-ті 4x. На 4-ті түсірем. Бұлына қою 4-ті көйту керек. 4x азайту 4, сонда міне 0. Сонда бізде жауабы А варианты болды. X минус 1 көбейтілген x квадрат минус x плюс 4. Функциясының туындысын табыңыз дейді. Туындыға оңай есептелген екен. Синустың туындысы білеміз, косинус. Және x квадраттың туындысы 2x. Деп жазып қою қате. Бұл қандай функция? Бұл бізде күрделі функция. Ішіндегі өрнектің туындысын аламыз. 2x-тің туындысы 2. Пи бөлінген 4 деген ол сан, туындысын нөлге тең, сонда алдына 2 тіркеймін. 2 косинус 2x минус пи бөлінген 4 қосылған 2x деген Д жауабы. Так, вот, бұйырса енді өтеміз. Так, бұйырса енді өтеміз. Стереометрия. Дұрыс үшбұрыштық қиық пирамиданың табан қабырғалары. Қысқасы. Так. Пирамидамыз бар. Дұрыс пирамиданың табан, дұрыс үшбұрышты қиық пирамиданың табан қабырғалар 4. Так, ой, мен дұрыс оқымай қалыппын. Так. Осылай. Табандарында үшбұрыш жатыр екен. Негізі осында бір пирамида болған. Так. Осында пирамида болған, жерін қиып тастаған, сол кезде осындай бізде пирамида қалды. Мынаның табан қабырғалары 4 дейді. Мынанікі 6-6-тан. Дұрыс үшбұрышты деген, яғни табанында дұрыс үшбұрыш, яғни тең қабырғалы үшбұрыш жатыр. Енді бұның формуласы бар бізде. В тең болады. Так.
үштен бір. О. Так. S1 қосу S2 қосу S1 көбейтілген S2. Енді бізде H бар биіктігі 3 екені. S1 S2 деген ол мына екі табанның ауданы. Енді үшбұрыштың ауданы, бірінші үшбұрыштың ауданы сол өзіміздің геометриямен табуға болады, немесе осы жерде мына формула жиылу керек. 2-ден 1 АБ синус альфа. Неге? Екі қабырғасы белгілі. Геометрия ұзақ қой, енді білесіздер ғой. Есептеп отыру керек. Бізде мына тең қаралы үшбұрыш болғандықтан барлық бұрыштары тең 60 градустан синус 60 болады. Сонда 4-ті бірасты 3 шығады. S2-ні де осы формуламен тапсақ. Синус 66-ті бірасты 3 бөлу 2. Сонда 9-ті бірасты 3. Сонда формулаға қойып жіберсек. Так, 3-тен 1 көбейтілген H. S1 қосылған S2 қосылған ті бірасты S1 S2. Үштен бір қысқарады. Неқта бір қалады, қысқасы. 4-ті бірасты 3-ке 9-ті бірасты 3, 9-тағы 13-ті бірасты 3. Так, түбірдің ішінде міне 4-ті 9-ға көбейтсек 36. Түбірасты 3-ті бірасты 3-ке көбейтсек бізде 3 болады. 13-ті бірасты 3. 36-тан түбірасты шықса, ол 6-ті бірасты 3. Сонда 19-ті бірасты 3 деген жауап А жауабы болады. Теңсіздіктер жүйесінің шешімін табыңыз. Енді бірінші мынаны шығарайық. 2х квадрат минус 7х қосу 5 кіші немесе тең 0. Бұл квадрат теңсіздік, ең бірінші 0-ге теңестіріп, 2 түбірін табу керек. 2 түбірін табуды білесіздер. 1 түбірі 1, екінші түбірі 2-тен 5 шығады. Ветпен шығарасыздар ма, дискриминантпен әртүрлі шығаруға болады. Және бұны аралыққа салсақ, бұл біріншіден боялады. Теңсіздіктің таңбасына қарасақ. Енді жеңіл жолы квадрат теңсіздікте плюс таңбасына ақтан ол, мына x квадраттың алдына қараймыз. Оң сан ғой, мына оң жағы плюс болады, минус, сондай плюс. Сонда бізге 1-ден 2,5-ға дейін минус жағы керек. Екіншісі x квадрат минус 2x кіші 0-ден қайтадан 0-ге теңестіреміз. X-ті жақшан сатына шығарсақ, x азайту 2 тең 0. X тең 0, x тең 2 деген 2 түбірді аламыз. Бұны мынаның астына салайын. 0 деген бізде мына жақта 2 деген 1 мен 2 жағының арасында. Бұның да таңбасына x квадраттың алдына қарасақ, мынаға плюс, мынаға минус, мынаға плюс. Сонда бұл жақта да 0-ден кіші жағы, яғни минус аралықты алады екенбіз. Таңбаға қарасақ. Енді екеуіне де кіретін аралықты алсақ, бұлай белгілейік. Мына жақта 1 мен 2 жағының арасы болды, мына жақта 0 мен 2-ның арасы болды. Енді асты да үсті да қатар боялған жер осы жер ғой. Мына жақтың асты боялмаған, мына жақтың үсті боялмаған. Сондықтан жауабы бізде 1-ден бастап 2,15-ге дейін емес, 1-ден бастап 2-ге дейін. 2 кірмейді. Сонда жауабы А жауабы. Так, келесі. Жалпы есептерде 4 түбірасты и түбірасты деген көрсек, мынаны А деп немесе Т деп белгілейміз. Мынау бізде А квадрат болады. Себебі мынаны квадраттасақ осы шығады. Сонда бізде мына жақта x қосу 5 қой, Анау x қосу 5. Сонда минус 5а қосылған А-ның квадраты тең болады минус 6. Бәрін
сол жаққа жинасақ осындай біз теңдеу аламыз. Осыны ұмытпайық, 4 дәрежелі түбір асты x қосу 5 болса, түбір асты болса, мынаны а квадрат дейміз. Так, сонда бұны шығарсақ, енді дискриминантпен немен бізде 2 түбір шығады. 2 мен 3 деген. Все. Бірінші жағдай 4 түбір асты x қосу 5. Бізде 2 кетен. 2 жағында 4 дәрежеге аламыз. Сол кезде x қосу 5 тең болады 16, x тең болады 11. Екінші жағдай 4 дәрежелі x қосу 5 тең 3. 2 жағында 4 дәрежеге аламыз. 3-тің 4 дәрежесі бізде 81. X тең болады 76. 2 теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісі 76-нан 1-ге көйтсек 6, 3, 8, 836. Ол бізде D жауабы. Яғни 836 800 бен 850-дің арасына жатады. Так, аудан не арқылы. Так, бұл жақта енді 2x берілген. Түзулермен шектелген фигураны ауданын табыңыз. График берілген. Сондықтан 1-ден интеграл салып жіберсек болады. 1-ден 4-ге дейін 5x минус x квадрат. Яғни бізге интеграл сол функцияның төменгі жағының ауданын есептеп береді. 5-та енді еске түсірейік. Бізде x-ның интегралы, жалпы мына формула ғой. X-ның n дәрежесінің интегралы x-ның n плюс 1 бөлінген n плюс 1. Сонда 5-ті қоя тұрамыз. X-ның 1 дәрежесінің интегралы ол x-ның квадраты бөлу 2. X-ның квадратының интегралы ол x-ның 3 дәрежесі бөлінген 3. 4-тен 1-ге дейін. Бірінші 4-ті қоямыз. 5 көйту 4-тің квадраты бөлу 2 минус 4-тің кубы бөлу 3. Азайту, кейін 1-ді қоямыз. 5 көйту 2-тен 1 минус 3-тен 1. Так, 4-тің квадраты 16, 2 8, 40. 4-тің кубы 64. 2-тен 5 минус 3-тен 1. 3-тен 3-ке көбейтсек 20, 64 азайтсақ 56. Екеуінің ортақ бөлімі бізде 6. 3-тен береміз, 2-ден. 15-тен 2 алсақ 13. Екеуінің ортақ бөлімі 6. 2-ден, 1-ден береміз. 2-ні 56-ға көйтсек 112 минус 13. 99 бөлу 6. 3-ке қысқарады. 33 бөлу 2. 16,5 квадрат бірлік С жауап шығады. Келесі теңдеулер жүйесін шешіңіз. X квадрат минус xy қосылған y квадрат тең 7. X куб. Y кубты бері қарай ауыстырып тастасам, x куб қосылған y куб тең болады 28. Так, енді мына жақта бар ғой, вариант қылып қойып тастай аласыздар, білесіздер ғой да, x-ті орнына мысалы 2-ні 3-ті қойып тексеріп шығуға болады. Мен көрсетейін. Қалай жауап шығарады негізі. X куб, y куб деген ол бізде қысқаша көйді формуласы. Сонда x қосу y. X квадрат минус xy плюс y квадрат. Ана біз 7 екен білеміз, яғни бірінші өрнектен. Сонда бұл жерден шығатыны x қосу y ол 4-ке тең. Ал x квадрат минус xy қосылған y квадрат 7-ге тең. Мына жерден
x'ті 4 минус y деп жаза алсақ, анда қойсақ, 4 минус y-дің квадраты минус 4 минус y бөлінген y плюс y квадрат тең 7. Так, 16 минус xy плюс y квадрат минус 4y плюс y квадрат плюс y квадрат тең 7. Y-дің квадратының үшеуі бар. 8y 4y ол бізде 12y. 16-дан 7 азайтсақ, ол бізде 9. 3-ке қысқартсаға болады. Y-дің кубы. Неге куб болып кетті? Y-дің квадраты минус 4y плюс 3-ті. Мұнда бізде y тең болады. Біріншісі 3, екіншісі 1. Y 3 болса, неқта 1, неқта 1 болса 3. Оны неққа жазуат анықталады ме? Y-дің оны 3 қойдым. Y-дің оны 1 қойдым. Сол кезде жауабы міне x-ті бірінші жазамыз. 1 болған кезде 3, 3 болған кезде 1. Бұл бізде D жауабы. Так, қабырғалары 12, 14. Және осы екі қабырға арасындағы бұрышын косинусы 0,8. Енді бізде бұл ауданның формуласы екен түсінікті. Немесе геронмен де шығарылады негізше. Косинус білеміз ғой. Косинусты теоремасымен мына қабырғаны тауып аламыз да. 3 қабырға арқылы геронмен шығарамыз. Мен бірақ мынаумен шығарғым келіп тұр. Еске түсірейік тригонометрияны. Косинусты білсек, синус ол бізде негізгі тригонометриялық теңдік арқылы табамыз. Осы арқылы. 0,8-дің квадраты ол бізде 0,64. Сонда синус квадраты альфа ол бізде 0,64-ті бірден азайтсақ 0,36. Синус альфа, сонда түбір асты қалсақ екі жағында 0,6. Сонда 2-ден 1, 12, көйті 14, көйті 0,6. Так, калькулятор керек. Он екі, x 14, x 0,6 бөлу 2. 50,4 сантиметр квадрат. Бұл бізде А жауабы. Жалпы мына жақта енді жаңа айтқандай косинустар теоремасымен мына қабырғаны тауып, сосын геронмен де шығарылады. Мәселе емес. Так, жанаманың теңдеуі бәрі беріліп тұр екен, оп-оңай. Формуласын жазылайық бірінші. fx0 f'(x0) x минус x0. Бірінші минус 1-дің өзін қоямыз. Сол кезде минус 1-дің квадраты плюс 7 көйті минус 1 плюс 8. Минус 1-дің квадраты 1, минус 7 плюс 8. 8-ге 1, 9, 7 алсақ 2. Кейін туындылаймыз. X квадратын туындысы ол 2x, 7x-дің туындысы 7, санның туындысы 0-ге тең. Енді минус 1-ді қоямыз. Минус 2 қосу 7, ол бізде 5. Сонда барлығы шықты. Бірінші 2 қосылған 5 көбейтілген x азайту. x0 бізде минус 1 нүктесі. 2 қосу 5. Мына екеуі плюске айналып кетеді. 2 қосу 5x қосу 5. 5x қосу 7. Болады. Келесі есеп. Цилиндр деген фигура.
цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 12 см квадрат, табанының ауданы 4 пи, толық бетінің ауданы табыңыз. Енді біріншіден осьтік қимасы деген ол мынандай нәрсе. Мына торт деп есептейік, иә. Тортты аламыз да былай ортасына кесеміз. Сол кезде бүйтіп қарасақ, торт ортасынан кестік, былай аштық. Сол кезде осындай төртбұрыш болып тұрады ғой, сол осьтік қима. Оның ауданы, мынаның ауданы 12 см квадрат дейді. Ал табандағы дөңгелектің ауданы 4 пи. Енді дөңгелектің радиусын таба аламыз осы жерден. Жалпы дөңгелектің ауданы пи көбейтілген r көбейтілген квадрат. Пи r-дің квадраты ол 4 пиға тең дейді. Пи мен пиді қысқартайық. R деген бізде 2. Радиусымыз 2-ге тең да. Бұлай да 2-ге тең. Бұлай 4-ге тең. Мынаны түзен тік төртбұрыш қой. Мына аяғы 2-ге тең. 3-ге тең. Бұлай 4, бұлай 3. Цилиндрдің толық бетінің ауданы дейді. Цилиндрдің толық бетінің ауданы деген ол цилиндрдің табанының ауданы плюс цилиндрдің бүйір бетінің ауданы. Енді бір табанның ауданы 4 пи о да. Астындағы табанымен 8 пи болады. Ал цилиндрдің бүйір бетінің ауданы 2 пи RH формуласымен шығады. 8 пи қосылған 2 пи R бізде табанның 2, H 3 сонда 8 пи қосылған 12 пи болады 20 пи. Яғни А жауабы. Так, теңсіздігін шешіңіз дейді. Осындай теңсіздіктің маған ең оңай жолы, ол бәрін көбейтіп жіберу бір санға. Мысалы 6-ға көбейтіп жіберейік. 6. Маған бөлшектен құтылу керек та. 2 да, 3 да, 6 да қысқарып кететін ол. Бізде 6. Алты мен 2 қысқартсақ 3, сосын 3-ті мына екеуіне көбейтіп жібереміз. 15 азайту 9х. 6 мен 2-ні қысқартсақ, 6 мен 3-ті қысқартсақ 2, минусын ескеру керек. Минус 2-ні 2х-ке көбейтсек, минус 4х. Минус 2-ні минус 1-ге көбейтсек, плюс 2. 6 мен 6 кетіп қалады, 5х. Так, енді х-тарды оң жаққа жіберейік. 15-ке 2 қоссақ 17. Барлығы плюс болып барады. 5х қосылған 9х қосылған 4х. 17 кіші немесе тең. Так, бұл бізде 18х. Х үлкен немесе тең 17 бөлінген 18. Орындан ауыстырып жасақ болады. Х үлкен немесе тең 17 бөлінген 18. Әйтеуір таңба х жаққа қарап тұру керек қой. Х үлкен немесе тең 17 бөлінген 18. Бұл бізде С жауабы. 12-ші сұрақ. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Синус х көбейтілген косинус y тең болады түбір асты 2 бөлі 4. Мына жақта х қосу y тең болады пи бөлінген 4. Бұл есептің былай официально шығару жолы бар. Немесе өзіміз былай вариантпен шығаратын жолы бар. Қысқасы қайсысы келеді? Сонымен көрейік. Ал бірінші официально шығару жолын көрсейін. Синус х көбейтілген косинус y дейді. Ол бізде түбір асты 2 бөлінген 4-ке тең. Так. И мына жақтан мысалы мен х-ті тауып алайын. Ол бізде
пи бөлінген 4 азайту y. Сонда синус пи бөлінген 4 азайту y көбейтілген косинус y тең болады екі бөлінген 4. Так, енді бізге синус альфа көбейтілген косинус беттаның формуласы керек. Так, бұл бізде синусқа есіме түсіре алайын. Синус альфа мен косинус беттаның формуласы синус альфа плюс бетта плюс синус альфа минус бетта. Яғни осы болу керек. Сонда синус бірінші екеуін қосамыз. Алдында 2-ден 1 бар. Сосын екеуін азайтамыз. Сонда просто 2 бөлу 4. Так, 2-ден 1. Минус y пен плюс y ол бізде дым қалмайды. Синус пи бөлінген 4 қалады. Мына жақта синус пи бөлінген 4 минус 2y болады. Енді қашандай бастайық. 2-ден 1, 2-ні мына жаққа көбейтіп жіберсем, синус пи бөлінген 4, пока оған тиіспейін. Бірінші 2-ні көбейтіп жібердік делік. Оң жаққа қарай. Сол кезде бірасты 2 бөлу 2. Мынаны 2-ге көбейтсем, 2 мен 4 қысқарады. Синус пи бөлінген 4 ол синус 45, бірасты 2 бөлу 2, оң жаққа ауыстырсам 0 болып кетеді. Сонда синус пи бөлінген 4 минус 2y тең 0. Ал бұл бізде дербес жағдай. Синус міне мына жақта, мына жақта 0 болады. Ой, синус мына жақта 0 болады. Өйткені синус y осымен, бүйтіп қараймыз. Мен осы жерде. Сонда пи бөлінген 4 минус 2y тең болады 0 градус плюс пи к. 0 градус тең жазбай қойсақ болады. Так, сонда пи бөлінген 4-ті мына жаққа жіберсек, сосын 2y деп бәрі минусқа көбейтіп жіберсек, жалпы біз период плюс минус без разницы, сондықтан қалай болса да қарай берейік. 2-ге бөліп жіберсек, пи бөлу 8 минус пи к бөлу 2. Пи бөлінген 8 минус пи к бөлінген 2. Пи бөлінген 8. Міне вот. Пи к или пи н без разницы. Осындай жауап тек Д вариантында бар. Да, жауап осы Д варианты болады. Осы. Так. Қайттан жанама ма? Бұл бізде қай сұрақ? Сұрақ жоқ. Қайтадан жанама, қайтадан жанама. Так, бірінші просто қоямыз. Минус 1-дің квадраты 1, сонда жақта 2 шығады. Туындылаймыз. 8x болады. Минус 1-ді қойсақ. Минус 8, сонда жанаманың теңдеуі 2 минус 8x
азайтылған минус 1. 2 минус 8 x қосылған 1. 2 азайтылған 8x азайтылған 8. Минус 8x. 2-дан 8 айтсақ, минус 6. Бұл бізде в жауабы. Үшбұрыштың бір бұрышы 40 градусқа тең. Ал бір сыртқы бұрышы 70 градусқа дейді. Сыртқы бұрыш деген былай ғой да. 170. Да ішкі бұрышы мына жерінде 10. Ал үшбұрыштың соңғы бұрышы бізде 40, 50, 130 градус. Да үшбұрыштың ең үлкен ішкі бұрышы ол 130 градус. Оңай нұсқа екен ба деп қалдым. Вот. Теңдеуі түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз. 2025x азайтылған 3-дің 2x дәрежесі қосылған 2 бөлген 5x қосылған 1 плюс 45 тең болады 15x бөлген 3x. Енді бұл жерде бәрі 5 пен 3-ке тірелейін деп тұр. Сон бәрі солай жазылайық. Енді біріншіден 225 деген не ол? Ол, 5-ке бөлінеді, е? Так, 5-ке бөлсек 405. Тағы да 5-ке бөлінеді. Бұл бізде 81. 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінеді. 9, 3-ке бөлінеді. Сонда біздің білгеніміз 225 деген ол 5-дің квадраты көбейтілген 3-дің 4 дәрежесі. Сонда біз былай істей аламыз, 5-дің квадраты көбейтілген 3-дің 4 дәрежесі деп. Так, азайтылған 3-дің 2x дәрежесі көбейтілген 3-дің квадраты десем. 5x көбейтілген 5-дің 1 дәрежесі десем. Плюс 45. 15 деген ол 5 пен 3-дің көбейтіндісі. Сонда x-на жердегі қасиет бойынша екеуіне де әсер етеді. 5-дің 2x дәрежесі көбейтілген 3-дің 4x дәрежесі азайтылған 3-дің квадраты 9, 5, сонда 45 көбейтілген 3-дің 2x дәрежесі көбейтілген 5-дің x дәрежесі қосылған 45. Сосын мынаны алып келсем, показывать 5x. Мынау бізде 3-дің 2x дәрежесі. Сонда 5-дің басқаны теспейім. Бері қарай алып келсе минус қоп. 5-дің x дәрежесі көбейтілген 3-дің 2x дәрежесі. Мына екеуі бірдей, көріп тұрсаңыздар. 5-дің x дәрежесі 3-дің 2x дәрежесі бар. Сонда 5-дің 2x көбейтілген 3-дің 4x дәрежесі минус 45 минус мынаның алдындағысы минус 45, мынаның алдындағысы минус 1. Сонда минус 46 болады. 3-дің 2x көбейтілген 5-дің x дәрежесі плюс 45 тең 0. Енді 5-дің x дәрежесі 3-дің 2x дәрежесін a деп алайын. Мынау a-ның квадраты болады. Неге екен көрініп тұрған шығар, е? Мынау a болады, мынау 45 болады. Неге? Себебі мына жақта x-ның квадраты 2x, 5x-ның квадраты 5x, 5-ның 2x дәрежесі 3-ның 2x дәрежесінің квадраты 3-ның 4x дәрежесі. Сондықтан a квадрат шығады. Енді шығарсақ 2-ті 1 шығады. 1-ті 1, 1, 1-ті 1, 45. Так, енді
5-тің x дәрежесі көбейтілген 3-тің 2x дәрежесі тең болады 1-ге. Бұл бізде 5-тің x дәрежесі көбейтілген 9-тың x дәрежесі. Бәрін көбейтіп жіберсек 45-тің x дәрежесі. Қай кезде сан 0 дәрежесі 0-ге тең? X 0 болған кезде 1-ге тең, x 0 болған кезде. Екінші жағдай 45-тің x дәрежесі 45-ге тең, x 1-ге тең. Түбірлерінің көбейтіндісі сонда v 0 болады. 1 мен 0-дің көбейтіндісі. Осылай. Бұл векторлар. Бұл жерде скаляр көбейтінді формуласын қолданамыз. Жалпы сүйір болу үшін скаляр көбейтіндісі 0-ден үлкен болу керек. Яғни 3x-ті минус 4-ке көбейтеміз. 5-ті 2x-ке көбейтеміз. 2-ні 2-ке көбейтеміз. Барлығын қосамыз. Соның бәрі 0-ден үлкен болу керек. Сүйір болу үшін минус 2x плюс 10x плюс 4 үлкен 0-ден минус 2x плюс 4 үлкен 0-ден 4-ті 10 жаққа жіберсек, таңбаларын ауыстырсақ, 2-ге бөліп жіберсек, x кіші 2-ден с жауап. Мына жерде ұмытпайық, алдында минус тұр ғой, бөліп жіберуге болмайды. Бөлсек те таңбаны ауыстырып бөлу керек, немесе мына алдын плюс қылып алсақ, онда мына таңба ауысады, мынаның таңбасы ауысады. Келесі 22-ші өрнегінің x3 болғандағы мәні. Бұл жерде енді қысқаша көбейту формуласы, яғни a квадрат минус b квадрат, бұл a минус b, a плюс b. Мына өрнекке аламызда x минус 1-ді көбейтеміз, x минус 1-ға бөлеміз. Мына екеуін көбейтсек, x квадрат минус 1 болады. Оны мынаумен көбейтсек, x-тің 4 дәрежесі минус 1 болады. Оны мынаумен көбейтсек, x-тің 8 дәрежесі минус 1, x-тің 16 дәрежесі минус 1, оны мынаумен көбейтсек, x-тің 32 дәрежесі минус 1, оны мынаумен көбейтсек, бұдан шығатыны x-тің 64 дәрежесі минус 1. Бөлінген x минус 1. Так, мына яғында біз екеуінде минус x 64 бөлінген 2. Так, біз не істедік? Астында x минус 1-ге көбейттік. Сол кезде x-тің 64 дәрежесі минус 1 минус бөлінген x минус 1 шықты. Енді 3-ті қоя берейік. 3-тің 64 дәрежесі азайтылған 1. Яқта 3-тен 1 алсақ 2. 3-тің 64 дәрежесі бөлінген 2. Ортақ бөлімге келтірсек, 3-тің 64 дәрежесі азайту 1, азайту 3-тің 64 дәрежесі кетеді. Минус 1 бөлу 2. Ф жауабы. Теңдеуді шешіңіз. Бірінші 16-ны бөліп жібереміз. Тек қана түбір қалу керек мына жағында. Ол 28-ді 16-ға бөлсек 8 болады. Так, ары қарай жалпы a-ның n дәрежелі m дәрежесінің түбір астысы, ол a-ның m бөлінген n түрінде жазамыз. Осыны осылай жазайық. 8-дің 5 астына кетеді. X квадрат минус 3x минус 5. Мына бізде 8-дің 1 дәрежесі. Мына 8-деді алып тастасақ, x квадрат минус 3x минус 5 бөлінген 5 тең болады 1. 5-ті көбейтеміз.
солға алып келеміз. Және бізде 2-ті 1 шығады. Біреуі 5, екіншісі -2. Б жауабы. Так, теңдеуді шешіңіз. 0,3 периодта деген ол 3-тен 9. Егер мысалы 0,37 болса, ол 3-тен 99 болатын еді. 0,381 болса, ол 3-тен 37 бөлінген 99, 381 бөлінген 999. Яғни жақша неше саннан сонша 9 болады. Так, 3-тен 9, 3 бөлінген 9 көбейту x тең болады 16. 3 пен 9-ды қысқартсақ 1 бөлінген 3 қалады. X бөлі 3 тең 16. 3-ті былай көбейтіп жіберсек, x тең болады 48. Да жауап. Так. Логарифм L-ге 5 тең болады A, L-ге 3 тең болады B дейді. Логарифм 30 негізді 8-ді өрнектеп жазу керек. Сегіз онда басқа ештеңе жоқ қой. Так. Логарифм мына қасиетін қолданып көрейік. Логарифм A негізді B болса, ол бізде S деген жаңа негізге ауыстыра аламыз. Логарифм S негізді B, логарифм S негізді A. Сонда 10 негізге ауыстырсам, L-ге 8 болады, L-ге 30 болады. Ал L-ге 30 деген 10 көбейту 3. L-ге 8 деген ана қалай жазаламыз? 2-нің кубы дей аламыз да пока. Мынаны не істесек, ашсақ, L-ге 10 көбейтілген қосылған L-ге 3 болады. Логарифм қасиеті бойынша яқта 3 алдына түседі. Бұл бізде L-ге 2. L-ге 2. L-ге 10 деген ол бізде 1. L-ге 3. Так, енді L-ге 2-ні қалай істесек болады? Оппа. L-ге 2 деген 10 бөлі 5. L-ге 3 бізде B болады. Сонда B деп қояйық. Бақытке атырық. Яқта бөлу қасиеті бойынша азайтылады. 3, бізде 1 минус L-ге 5 деген A, 1 плюс B. Не осылай. Немесе сіздер аласыздар да, мына жаққа мен аның орнынан бұның орнынан қоясыздар. И соңында осыны шығарасыздар. Немесе осылай. Осындай есептің көбісінде осы қасиет қолданылады негізге. Бізге керек негізге ауыстыру керек барлығын. Көп жақтар мектептегі математика кабинетіне арнап әртүрлі жазбаларын жасайды. Оларды дүкендерге тасымалдау үшін тікбұрышты параллелепипед пішінді қораптар таңдап алынды. Суретте сондай жазбалардың біреуі және оның кескіні көрсетілген. Төртбұрышының ұзындығы 6. Көп жақ табанының ауданын табыңыз.
табаны енді 6 бұрыш болу керек бүйтіп жинаған кезде. Сол 6 бұрыштың ауданы табайық. Осы 6 бұрышқа есеп көп келіп жатыр. Мына жерде 2 да. Мына жерде 2, мына барлығы 2. Так, 6 бұрыштың ауданы. Отына центрін алып, былай жасасақ. Алты үш бұрыш пайда болады. Сол бірген үш бұрыштың ауданын тапсақ, 6-ға көбейтсек, 6 бұрыштың ауданы шығады. Және 6 бұрыштың бір қасиеті дұрыс. Мына барлығы бір-біріне тең болады. Мынау 2, мынау 2, тоже 2-2-ден болады. Осы 6 бұрыш ұбытта көп келіп жатыр, осыны жатталайық. Мына бір үш бұрыштың ауданы 2-ден 1 енді АБ синус альфа ғой. Енді тең құрылғы үш бұрыш еще. Синус 60 болады. Түбірасты 3 бөлу 2. Сонда бір үш бұрыштың ауданы түбірасты 3. Ал 6 бұрыштың ауданы 6 түбірасты 3. Сонда В жауабы. Таңбасы сурет тербелген көп жақтың атын табыңыз. Бұл жалпы енді өтеміз. Осындай ғимараттар, жалпы любой ғимараттың несі, табан үш бұрышты, осы биік ғимарат сияқты төрт бұрышты барлығы призма деп аталады. Бұл 6 бұрышты дұрыс призма. Келесі. Компанияға жазбасы суреттелген іштей сылған цилиндрдің жазбасын дайындауға қажетті материалдың ауданын табыңыз. В общем, мне жақын атайын. Осының ішіне міне цилиндр осылай дөңгелек. Цилиндр сылған. Осы цилиндрдің жазбасы дейді. В общем, цилиндрдің толық бетін ауданы. Ол бізде табан екеуі қосылған бүйір беті. Көп жаққа іштей сылған. Цилиндр ішінде, иә, цилиндр ішінде. Енді жалпы ішіндегі іштей сылған бірінші S табан тауып алайық. Оған радиус керек та. Енді бізде былай тұр қазір 6 бұрыш, ішінде шеңбер. Мына формула деген барлық 3 бұрышқа, 5 бұрышқа, 6 бұрышқа жасалыла береді. Біз алды аудан таптық қода 6 бұрыш. 6 түбірасты 3. Периметрі 2-2-ден 12 болады. Сонда бұның радиусы іштей сылған теңдеу. Түбірасты 3. Сонда ауданы пер квадрат пи көбейтілген 3. Ал екеуін алсақ, онда 6 пи болады. Ал бүйір бетін ауданы деген ол бізде 2 пи RH. Сонда 2 пи түбірасты 3 и H бізде 6. Сонда 12 түбірасты 3 пи. 6 пи қосылған 12 түбірасты 3 пи. Неге биіктігі 6? Себебі 6 екен берілген, 4 бұрышына жерде берілгенде тұр. Сонда 6 пи жақшан затынан шығарсақ 1 қосылған 2 түбірасты 3 пи болады. 1 қосылған 2 түбірасты 3. В. Яғни нені ұмытпаймыз. Іштей сылған 2S бөлінген P деген ол барлығы үшін орындалады. Так, теңсіздігі бірлік шеңбер сайық. Синус деген ол Y-ге. Қаяқта синус 0-ден жоғары. Мына жақтан асықтан жоғары болса, Y 0-ден жоғары. Синус та осы жерде 0-ден жоғары. Сонда мына жер бізде 0 градустан 180 градусқа дейін. Сонда 2 пи К-дан мынандай жақша 3х бөлу 2 плюс пи бөлінген 4 180, яғни пи
дейін. Осылай 360 қосамыз. Осылай периоды 360, иә. Так, мен екі жағынан 2 пи бөлінген 4 азайтып тастаймыз. Сонда минус пи бөлінген 4 плюс 2 пи-ка. Пидан пи бөлінген 4 азайтсақ 3 пи бөлінген 4 плюс 2 пи-ка. Так, бәр 2-ні көбейтіп жібереміз, 3-ке бөліп жібереміз. Сонда минус пи бөлінген. Так, 2-ке көбейтсек 4 пен 2 қысқарады. И 3-ке бөлеміз. Сонда минус пи бөлінген 6. 4 пи-ка бөлі 3. 2-ке көбейтіп жіберсек 2. Сонда пи бөлінген 2. Плюс 2-ке көбейтсек 4 пи-ка бөлінген 3. Деген жауап шығу керек. Да жауап. Так, мына есеп. Жазбаны қорапқа суреттеуде орналастыру үшін қажетті қорап табандарының өлшемдері x пен y табыңыз дейді. Осы керек x та, былай да y керек та. Так. Үшін былай қанша деп сұрап тұр ғой. Түсінікті. Біріншіден былай өлшейік. Бұл жерде байқау керек зат, мен ойымша. Вот. Мына жер. Сосын 6 бұрыштың қабырғасы. И мына жер. Соның бәрін қоссақ, сыйып кету керек мен былай. Мынаны табу үшін Пифагор теоремасын қолданайық. Былай 6, былай 2 ғой. Мына жер бізде 36 қосылған 4, түбірасты 40. Бұл бізде 2 түбірасты 10. Ондайын екеуі бар. Сонда 4 түбірасты 10. Плюс 6 бұрыштың бір қабырғасы 2. 4 түбірасты 10 плюс 2 деген болу керек. X бойынша. Жоқ, бірден дұрыс демедік. Жазбаны қорапқа суреттеуде орналастыру үшін. Яғни бұлай y, бұлай x, иә. Ладно, y тауып көрейікші. Так, ең біз білеміз. Іштей сылан шеңбердің радиусы мана таптық. Түбірасты 3 болды. Мына жер түбірасты 3. Мына биіктігі 2 түбірасты 3. Мына 2 түбірасты 3. Қабырғасы 6. Қайтадан 2 түбірасты 3. Қайтадан қабырғасы 6. Сол сыйып кетеді. Сонда 12 қосылған 4 түбірасты 3. Вот y түсінікті. 12 қосылған 4 түбірасты 3. Ну, осыдан шығып тұр екен. В-ға оба. Енді x деген қай жеріне ақтап көрінбей тұр. Так, сонымен В жауабы. Функцияның минимум нүктесіндегі мәні, яғни функцияның мәні деген ол y-ге. Так, сонда мына жақта y-дің мәні 0 ғой. Функцияның максимум нүктесіндегі мәні жалпы максимум нүкте, минимум нүкте деген еді. Ол бізде одан да үлкен нүктелер болуы мүмкін. Бірақ просто андай түсіп кетеді да, көтеріліп түсіп, мысалы. Мына нүкте минимум деп аталады. Оған дейін түсіп кетті да, көтеріліп кетті. Мына нүкте максимум деп аталады. Көтеріліп кетті, түсіп кетеді, сондай ғой.
Бірақ мына нүкте мынадан көбірек қой. Бірақ мына нүкте максимум нүкте деп аталады. Ол нүкте мына жерде көріп отырсаңыздар, мына жер. Бұл нүктедегі мәні бізде 1-ге тең. Сонда А-ның жауабы 0, В-ның жауабы 1-ге тең. Шеңберге сырттай сызылған төртбұрыштың қабырғалары 3, 5, 11. Төртінші қабырғасы былай екеуін қосылса 14, былай екеуін қосылса 14 болу үшін 9 болу керек. Сонда 3х-тің мәні бізде 27. Ал периметрі 4-ен қосамыз, 28 болды. Көп жақтың толық бетінің ауданы бізде бөлек-бөлек. 6 бұрыштың ауданы таптық. 6 біраз 3 болды. 4 бұрыштың ауданы енді 12. Неше тік 4 бұрыш бар мұнда? 1, 2, 3. 6 болу керек. 72. Енді 6 бұрыштың 2 бар. 12 біраз 3. 72 қосылған 12 біраз 3 деген жауап С жауабы. Түбірін тауып дейді. Бұл жеңіл есеп. 15-ті былай ауыстырайық. 55. 2х-ті былай ауыстырсақ х болады. Х бөлі 11 ол 5. 5 қосу х 60. 15-ке бөлсек 4. А жауабы, мынау В жауабы. Арифметикалық прогрессиясы. Алғашқы 5 мүшесінің қосындысы 55-ке тең. 7-ші мүшесі 23-ке тең. Осы прогрессияның нешінші мүшелері 305 пен 320-ға тең болады. Енді А1 мен Д арқылы жүйе құрамыз. А7 деген ол А1-ге Д-ны 6 рет қосамыз. Так, 2А1 қосылған 4-ті бөлінген 2 көбейтілген 5 тең 55. Ой, мына тұра берсін бақа. 5-ті бөліп жіберсек 11, 2-ні көбейтіп жіберсек 22. Сонда 2А1 қосылған 4-ті 22. Үстіңін барлығын 2-ке қысқартып жіберемін. Сонда А1 қосылған 3-ті тең 11. А1 қосылған 6-ды тең 23. Мынадан аны азайтсақ. А1-ден А1 азайтсақ 0, 6-дан 3-ті азайтсақ 3-ті, 23-тен 11 азайтсақ 12. Сонда Д тең болады 4. Д 4 болса, так, мына қойсақ, А1 қосылған 12 тең 11, сонда А1 тең болады минус 1. Вот А1 минус 1 и Д 4. Енді АН формасы бізде былай болады. А1 қосылған N минус 1 Д. Енді 305-ті табу үшін А1 деген минус 1, Д деген 4. N-ді табайық. 1-ді ауыстырсақ 306. 4-ке бөліп жасақ. Так, 70. Так. Жоқны бөлінбейді, кстати. Бірдеген қалеспедік ба. Так, көрек 2А1 N минус 1-ді бөлінген 2 көбейтілген N 11, 22 А1 қосылған 2. Не деген болмайтын қате. Қате қай жерде? Кім байқатты? Қате мына жерде аспау керек негізі. 2-ке бөліп сақ, А1 қосылған 2-ді болады. Енді азайтайық. 4-ті тең 12, Д тең 3. Сонда Д-ны тап, А1 тапсақ, А1 5 болады. Ол ең шықты. Так, сонда
жаңағы A1 қосылған AN тең болады. A1 қосылған N минус 1-ді. 305 деген ол 5 азайтсақ 300 болады. 3-ге бөліп жасақ 100 болады. 1 қоссақ n бізде 101-ші болады. 101-ші 305 деген. Так, 323 102-ші ол 308 болады. Сосын 311, сосын 314, сосын 317, сосын 320. Яғни да 3 қосып отырамыз, иә. 101, 102, 103, 104, 105, 106. 101, 106-шы болады. Өрнегін, так, 5 дәреже, так, 32 екінікі. A-ның 5 дәрежесі, B-ның 5 дәрежесі. A-ның кубы, B-ның 6 дәрежесі. Сонда 32, A-ның 8, B-ның 11 дәрежесі. Бірнеше коэффициенттерінің бөлгіштерін табыңыз. 32 4-ге бөлінеді, 8-ге бөлінеді, 16-ға бөлінеді. Болды ау деме. Бұрышын радиуспен. Пи деген бізде 180 градус. 180 қоям. 4-ке бөлсек 45. 45-ті 9-ға көбейтсек 360 қосылған 45. 405 градус. Е жауап. Өрнекті ықшамдап белгісіз коэффициенттердің мәндерімен сәйкестендіріңіз дейді. Мынаны бөлу түрінде жазылайын. Анда бөлу түрінде жазылайын. Так, сонда үстінен 3x шашқан сатына шығарсам 8x болады, мына жақта 9 болады. Қысқартам. Мына жақтан x квадрат шығарсам 7x квадрат минус 6 болады. Қысқартсам 8x қосы 9, қосы 7x квадрат минус 6, 7x квадрат қосылған 8x плюс 3 болады. Сонда бізде m деген 7, n деген 8. Так, мына есеге бөлінбей қалыпты. Суреті бойынша цилиндрдің толық беті ауданының мәні жатқан аралықты табыңыз. Цилиндрдің толық беті пи квадрат табанын 2-ге көбейтем. 2 табаны бар. И бір бетінің ауданы 2 пи h. Так. Енді бізге не жетіспей тұр? Мына жер 48 дейді. Мына жер 60 дейді. Мына жер 30 ғой да. 30 градус қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Мына жер бізде 24. Так. Сонда Пифагор теоремасымен x квадрат қосылған 24-дің квадраты 48-дің квадраты h керек бізге. x квадрат минус 24 квадрат x квадраттен. Ну, енді есептейміз ғой мен. Қасында калькулятор есептейміз ғой. 48 минус 24, 48 плюс 24. 48 24 азайтсақ 24, 48 24 қоссақ 72. 72 деген ол 24 көбейтілген 3. Мында x тең болады. Түбір астында 24 көбейтілген 3. 24-тің біреуі шығады, и түбір асты 3 қалып қояды. Так, түбір асты 3-ті 1,7 деп алыңыз дейді.
40,8. И формула салайық. Екі пи деген 3,14, r деген 12. Ну, 24, r 12, я. 2 3,14 көбейтілген r 12 көбейтілген h бізде 40,8. Все, есептейік. Сонда бізде қайдан 2 x 3,14 3 миллион 3,979 бүтін 3,979 бүтін 0,08. Ол бізде ада жатады. Еде жатады. 3,979 и f-та жатады. Все. Так, болды. Сонымен сұрақ болса тағы сұрайсыздар. Оффлайн түрде түсінбей қалсаң жерлеріңіз болса.